Бәріңізге сәлем достар. Бүгін мен өзім туралы 10 факт айтамын. Видео қызық деп ойлаймын. Ендеше бастайық. Кеттік. Достар, бірінші сұрақ. Сенің жасың нешеде? Менің жасым 9-да, Құдай қаласа 10-ға толамын. Екінші сұрақ. Сенің инстаграмдағы аккаунтыңның аты. Менің инстаграмның аккаунтының аты шынайы official деп ағылшынша жазсаңыздар өзі-ақ шығады. Ол жақта түрлі видеолар немесе посттар, бірақ мен әлі ешқашанда историс салып көрмедім, сондықтан да енді салатын боламын. Если мен подписчиктерім көп болып жатса. Қазірше ояқта менің подписчигім 9-ақ, сондықтан көтер жеріңіздер. Ал YouTube каналымдағы подписчиктерім менің подписчиктерім негізінде өте аз. Олар 14-ақ. Сондықтан да барлығын 500 дейін қалып, Instagram аккаунтымда да 500. Мына аккаунтым YouTube каналымда да 500 қалып тастасаңыздар, сіздерге көп күшті видеолар түсіремін, сондықтан да кеттік. Келесі, сыныбың қандай? Менің сыныбым вагон, 4-ші сынып оқимын. Жақында, если сізде мені көріп отырсаңыз, 4-ші сынып оқысаңыз, сізге оқып жатқан 4-ші сыныбымның жауаптарын беретін боламын. Бірақ алайда менің арнама тіркеліңіз, сонда ғана сіздің комментарийіңізді оқып, сұрақтарыңызды жауап беремін. Сұрақ-жауап болады тағы да. Сондықтан да комментарий көп қалдырыңыздар, күтемін. Және де өзіңнің жеке бөлмең бар ма дейді. Менің өзімнің жеке бөлмем бар. Яғни қазір мен өзімнің жеке бөлмемде отырмын. Бөлмемді қатты шашып тастаған деп айта алмаймын. Шашып тастаған жоқ. Мен оны сәл-пәл болса да видеоға әрлеу үшін артына түрлі заттар қойып қоямын. Сондықтан да сіздер де солай істеңіздер, менің идеямды ала беріңіздер, алуға рұқсат. Если мен идеяларымды алатын болсаңыздар, комментарийға қалдырыңыздар, сонда мен сіздерге жауап беремін. Келесі сұрақ, мен өзім айта кететінім, көбінесе сабақтарға жақсымын, бірақ математика дегенге қатты ондай емеспін. Математикаға мен қатты жақсы емеспін. Қалған барлық сабақтарға мен толықтай плюс. Барлығынан 5-пін. Атап что. Қатты мақтанып қойсам, кешіріңіздер, ол менің мақтанған түрім емес. Ол менің жай етіп жатқан түрім, сондықтан да кешіріңіздер. Және де өзім сұрақ емес, ол өзім айта кетерім. Жақында менің әпшемнің аккаунты жасырын еді. Енді мен оны Instagram парақшамда айтайын деп шештім. Тіркеліп кетіңіздер. Қазір айта салайын. Қызықты болып жатқан шығар. Мені аккаунтыма тіркеліңіздер. Тіркелдіңіз, мен сізді көріп тұрмын. Бірақ сіз ғана тіркелмедіңіз. И айтайын, мені алдаймын деп ойламаңыздар. Тез тіркеліп кетіңіздер. Менің аккаунтымда 100 мың подписчик болған. Сонда әпшемде солай қалайды. Прям біз блогер болғымыз келеді. Блогер дегенде блогерлар, мен блогермін, әпшем ондай емес. Әпшем тек тортпен айналысады. Сонымен соны аккаунтына кірсеңіздер, сіздерге торт туралы барлық ақпараттарды айтып, және де торттың суреттерін, торт туралы барлығын айтып, яғни торт күшті менің аккаунтыма тіркел деп, бәрін айтады. Оның қазір аккаунт айтып жіберейін, торт қазақша рецепты деп инстаграмнан жазасыз да, ютубта да солай шығады, и бүйтіп жүргенде Гүлжанат Нұрешеваның видеолары шығады. Бірақ оны көресіздер ме, көрмейсіздер ме, мен айтпаймын. Оны астына ауыстырып келгенде торттың суреті шыққан қазақша торт рецепты деп тұрады. Маған міндетті түрде тіркеліп кетіңіздер. Нұрешеваны көресіздер ме, маған айтпай қойыңыздар.
тек менің общениеме тіркеліп, видеолардың барлығына лайк бассаңыздар болады, маған лайк бассаңыздар болады. Менің видеоларымда Абай Құнанбаевтың көптеген видеолары, мен айтқан видеом, влогтар түрлі, челленджді вообще түсіріп көрген жоқпын, алайда енді шығатын болады. Сұрақ жауап видеолары барлығы бар. Сөйлесейік, айта берсем, өте көп тиктоктың да бар. Бірақ мен тиктокты өшіріп тастадым, тикток тартамай жүрмін. Себебі мен сабақ оқимын ғой. Тикток тартсам, уже мен тиктокқа қарай тартады білімімді, уже азайтып тастайды. Сондықтан да мен тиктокты вообще түсірмейтін болдым. Тек тиктокты көру ғана болса болады, бірақ көп көрмеу керек. Солай. Сондықтан да сіздер тез тіркеліп кетіңіздер, 100 подписчик, хотя бы осы 4 күннің ішінде 100 подписчикқа жеткіз келсеңіздер, сіздерге деймізші. Сол кезде мен сіздерді қатты құшағыма алып, сіздерге қатты көңіл бөліп жүремін. Алайда бірақ қатты көңіл бөлем сіздерге. Осымен мен видеом аяқталды. Видео ұнаса, екінші бөлім сұрақ жауап шығады. Сондықтан да тез сұрақтарыңызды қойып кетіңіздер. Келесі дүйсенбіде кездескенше давай. Ой.